Сәлем досым, сенімен Сәлем кино. Арнаға жазылып лайк немесе дизлайк басуды ұмытпа. Бұл мен үшін өте маңызды. Кино басталмас бұрын саған айтарым бар. Менің каналымның ешқандай тәрбиелік мән мағынасы жоқ. Бірақ та ұятсыз киноларға шоу жасалмауын барынша қадағалаймын. Әзіл немесе анайы сөздер сенің немесе жақыныңның өміріне нұқсан келтіретін болса, бұл видеоны өшіруіңді өтінемін. Ал менімен қалған бригадамен бірге кино шоуымызды бастайық. Кино зомбилер жайлы болмақ. Бұл зомбилер қопал, әрі денелерінен қан кетпейді. Оларды өлтірудің жолы тек қана басынан ату. Басты рөлде зомби жігіт. Ол өзінің кім екенін білмейді, бірақ та үнемі оны адами ойлар мазалайды. Жалпы зомбилердің тілдері кейбір сөздерді айтуға келеді, ал олар түпкілікті адами қасиеттерін жоғалтқан кездерінде скелеттерге айналып кетеді. Олардың мүлде сезімі жоқ. Бар қалағандары адамдардың миын жеу. Эрдің М атты жақын досы бар. Олар бір-бірімен тілдеспейді, бірақ қарындары ашқанда деген сөздерді айтуға тілдері келеді. Осылайша олар қалаға бет алып адамдарды іздеуге көшеді. Қаланың арғы бетінде үлкен қоршаудың артында адамдар өмір сүруде. Олардың барлығы жақсы қаруланған, бірақ та зомбилер мен скелеттерге қарсы ұзақ уақыт төтеп бере алмайтындығын біледі. Топта Джули деген генералдың қызы, оның жігіті Перри және де басқалары бар. Олар қалаға шығып керекті дәрілерді жинап жатқанда, қалаға бет алған зомбилер олардың есін сезіп қалады. Зомбилер топқа шабуыл жасап барлығын өлтіріп жатқанда, қозғалыссыз жатады. Себебі ол Джулидің сұлулығына тамсанып, ғашық болып қалған еді. Осы уақытта Перри Эрдің денесінен атады. Ашуланып жігітті аяусыз сабап, оның миын жейді. Адам денесін ұнатпайтын еді. Одан да адамның миын жеуді жөн көреді. Ең қызығы, зомби адам миын жегенде, оның басынан өткен барлық естеліктерін бірге алады. Миды жеп болған соң қызға бет алады. Джулидің оғы бітіп, қолындағы пышағын Эрге лақтырады, бірақ та ол зомбиді өлтіре алмады. Қасына келген соң басқа зомбилер қызды зомби деп ойлап қалсын деп, оның бетіне қан жағады. Оны өзімен бірге алып кетіп, өзі тұратын самолеттің ішіне әкеледі. Қыз әрине қатты қорқады, бірақ қыздан қорықпауын және де оған мүлде тиіспейтіндігін әрең жеткізеді. Қызды қорқытып алмас үшін таспаны алып музыка қояды. Зомбидің алғаш рет жүрегі соға бастайды. Ал қыз Эрдің адами қасиеттері бар екендігіне таң қалып, түсінбей отырады. Таңертең қыз аз ішкісі келетіндігін айтады. Болса жеуге жарамды зат табу үшін сыртқа шығады. Осыны пайдаланып қыз бұл жерден қашпаққа шешім қабылдайды. Бірақ та жақын арада тірі адам жүрген зомбилер сезіп қояды. Зомби тобыры қызға жақындап қалғанда, келіп қыздың бетіне қан жағып тағы да құтқарып қалады. Оның адам екенін білмес үшін зомбилер секілді жүруін сұрайды. Тауып келген асын Джулиға ұсынады. Одан бөлек холодильниктің ішіндегі пивоны алып береді. Қыз өзіне қамқорлық танытып жатқан зомбиге разы болып, енді онымен тілдескісі келеді. Зомбидің атын сұрағанда, ол атының әрпінен басталатындығын айтады. Джули тауып көргісі келгенімен, онысынан ештеңе шықпай, оны жай ғана деп атауды жөн көреді. Арқарай қыз қалаға қайтысы келетіндігін айтады, бірақ оны әрине қимайды. Оған далаға шықсаң, олар сені тезірек тауып алады. Сондықтан есің кеткенше 2 күн осында бола тұр дейді. Қыз амалсыздан келіседі. Екеуі іштері пыспас үшін көлік тұрағына барып, машинамен серуендейді. Джули Эрге қалай машина айдауды үйретеді. Бірақ ол машина айдап үйренгенімен тұраққа қоюды қатырмайды. Екеуі уақытты қызықты өткізеді. Әртүрлі ойындар ойнап, музыка тыңдаумен болады. Осы уақытта қыздың осы маңда екенін сезіп қалады. Бірнеше зомбилермен бірге олар Джулиге шабуыл жасайды. Оны дер уақытында жеткен құтқарып қалады. Досының бұл қылығын мүлде түсінбесе де, Эрге сенім артады. Осылай тұрғанда оларды бірнеше скелеттер байқап қалады. Барын салып қашып келе жатқанда, алдарынан тағы да 3 скелет шығады. Не істерін білмей тұрғанда көмекке келіп, скелеттердің қаңқасын айырып қағып кетеді. Келе жатқан секілді. Екеуі машинаға отырып қалаға бет алады. Жолда жаңбыр жауып, қыз қатты тоңады. Сондықтан бір үйге келіп қонып шығуды жөн көреді. Үйге келгесін Джули фотоаппарат тауып алады. Екеуі бірін-бірін суретке түсіріп, ендігі ұйықтауға бет алады. Бұл уақытта және кейбір зомбилердің жүректері соғып, өздерінің бұрынғы өмірлерін жайлап еске ала бастайды. Осыны сезіп скелеттер зомбилерге жақындайды. Себебі зомбилерде адами қасиеттер пайда бола бастаған еді. Қыз Эрге сен ерекшесің, сен секілді маған ешкімде қамқор болған жоқ дейді. Осы кезде оның жігітін өлтіргенін айтады. Әрине, бұл қызға ауыр тигенімен, ол бір жағынан сезіктеніп жүргенін айтады. Осылайша олар ұйқыға кетеді.
эр алғаш рет түс көреді. Осыған дейін ол бұндай сезімді сезініп көрген жоқ еді. Таңертең ұйқыдан тұрғанында оның қасында Джули жоқ болып шығады. Эр қыздың фотосын алып қайтадан өз мекеніне қарай жол тартады. Ал Джули болса аман-есен қоршауға жетіп алады. Эр қайтып келе жатқанда жаңбыр жауып кетеді. Бұл жолы ол қатты тоңады. Таңырқаған эр өзінің адами қалыпқа еніп келе жатқанын түсінеді. Себебі осыған дейін ол ыстықтап та, тоңып та көрген жоқ еді. Жарты жолға жеткенде оны зомбилер күтіп алады. Эмнің айтуынша, скелеттер оларды қуып жіберген, және олар Джулиді іздеуге шыққанын жеткізеді. Эр зомбилерден Джулиді іздеу үшін көмек сұрайды. Олар бірігіп қоршау жаққа бет алады. Эр зомбилерге осында қалып күтулерін өтінеді, ал өзі болса Перридің естеліктері арқылы қоршауға жасырын кіреді. Осы уақытта Джули өзінің құрбысымен әңгімелесіп отырады. Ол неге екені белгісіз, Эрді қатты сағынғанын айтады. Осылайша құрбысы ұйықтауға бет алғанда, Джули балконға шығып ойға шомылады. Осы кезде оның үйіне Эр келеді. Джули зомбиді көріп бұл жерде жүруің қауіпті, неге келдің дейді. Ал құрбысы болса олардың дауысын естіп, ол да балконға шығады. Эрді әскерлер аттастамас үшін Джули оны үйіне шақырады. Эр қыздарға зомбилердің адами қалыпқа еніп келе жатқандығын айтады. Оны естіп олар генералға барлық шындықты айту керек дейді. Бірақ та Эрді қала ішімен алып жүру өте қауіпті. Сондықтан олар оның бетін бояп, барынша адами қалпына келтіреді. Джули әкесіне келгенде қоршауға скелеттер мен зомбилер жақындап келе жатқанын естиді. Әскер саны аз болғандықтан олардың барлығына төтеп беруіміз өте қиын дейді. Ал Джули болса, зомбилердің адам қалпына қайтып келе жатқандығын түсіндіргісі келгенімен, оның әкесі түсіне қоймайды. Осы кезде Эр шығады. Оның зомби екенін генерал бірден сезеді. Оған қару тақағанда Джули мен құрбысы Эрді құтқарып қалады. Осылайша олар зомбилер жиналған аумаққа бет алады. Бұнда келсе, адамға ұқсаған зомбилер саны біршама артып қалған екен. Осы уақытта оларға скелеттер шабуыл жасайды. Эр мен Джули бірге қаша жөнеледі, ал скелеттерді зомбилер ұстап тұрады. Осы кезде әскерлер шабуылға көшеді. Оларға дер кезінде зомбилер көмек көрсетіп, бірге скелеттерге қарсы тұрады. Басқа отряд келгенде зомбилер мен скелеттердің соғысын көріп, кімді атарларын білмейді. Эм болса әскерден көмек сұрап, бірге екендіктерін айтады. Эр мен Джули қашып келе жатқанда оларды скелеттер қоршап алады. Амалсыздан олар суға секіруді жөн көреді. Эр барлық соққыны өзіне алады, бірақ та оған ешқандай зардап тимейді. Осылайша Джули бұл зомбиге ес-түссіз ғашық болып, сағызға таласуды жөн көреді. Осының арқасында Эр түпкілікті түрде адамға айналады. Осылай тұрғанда генерал келіп, Эрдің кеудесінен атады. Оның жарасынан қан ағып жатқандығын көріп, олар қаруларын түсіреді. Себебі зомбилердің денесінен қан шықпайтын еді. Әкесі ендігі әскерлерге зомбилерге мүлде тиіспеуін тапсырады. Осылайша адамдар мен зомбилер бірігіп, скелеттерді түбімен құртады. Зомбилердің қайта өмірге келуі үшін адамдар оларға барынша көмектеседі. Эр бұрынғы өмірін есіне алғысы келмейді. Себебі Джулидің қасында бақытты. Осымен киноның соңы. Кино ұнаса, арнаға жазылып кетуді ұмытпа досым.